Бүгін тұғырлыту еңселі елтаңба Айбарлы әнұранның иесі қазақ жұртшылығы үшін айрықша тарихи күн. 1992 жылдың 4 маусымында тәуелсіз қазақ елінің рәміздері бекітіліп, 2007 жылдың дәл осы күнінде елбасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңына қол қойды. Мемлекеттік рәміздер күні қазақ үшін, оның ішінде елдіктің тірегін сақтаушы өскелең ұрпақ пен оның тәрбиесі үшін ерекше күн ретінде саналып, қастерлі мереке ретінде жылда аталып келеді. Бұл жалпы мемлекеттік рәміздерді бүгін бұл жастарға патриот тәрбие ретінде, осыларды құрметтеу ретінде, туымызды, елтаңбамызды, әнұранды құрметтеу ретінде соның санасына сіңіріп, келесі ұрпақ өзінің патриоттық тәрбие ретінде үлкен жетістікке жету керек. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көгілдір түсті туымыз бен ортасында шаңырақ бейнесіндегі алтын сәулелі күн орныққан елтаңбамыз бүкіл әлемге Қазақстан Республикасы аталатын жаңа тәуелсіз мемлекет бейнесін паш етті. 1992 жылы суретші Шәкен Ниязбеков салған мемлекеттік ту бекітілді. Ал мемлекеттік елтаңба Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі. Тұңғыш Қазақстан әнұран әнінің авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брисловский мен Латиф Хамиди 2006 жылы менің Қазақстаным жаңа әнұран негізінде жарияланды. Жаңа мемлекеттік әнұранның авторлары Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Айтулы күнге өңірімізге орасан зор еңбек сіңірген аға буын өкілдері мен өскелең ұрпақ облыс әкімдігінің алғыс хатымен марапатталды. Олардың бірі Мадияр Қондыбаев. Ол облыс және қала көлемінде өткізілген іс-шараларға белсенді атсалысқанымен көзге түсіп, алғыс хатқа ие болып отыр. Құдай қаласа, осындай сенім білдіріп отқаннан кейін үздік жас деп рәміздер күнінде соны ақтап отырсам. Бұл жылғы айтулы мереке айрықша аталып өтуде. Еліміздің 3-ші қаласы саналатын Шымкентке Астана қаласының ұлт аспаптар оркестрі арнайы ат басын бұрып, қала жұртшылығын ұлттық нақыштағы әуендермен сусындатты. Таңшолпан Шамбай, Мұрат Адинаев, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасы.